Сәлеметсіздер ме көрермендер. Менің есімім Арғын. Мен Modern Teachers Academy жобасының 3-ші курс студентімін. Бүгінгі біздің видео сабағымыз 8-ші сыныпқа арналған олимпиада есебін шығару. Сонымен есебімізге көшетін болсақ, бізге берілген белгілі бір санның квадратының цифрлары тек 0, 2, 3, 5 болып тұрады. Сол санның цифрларының қосындысын табыңыз. Енді 0, 2, 3 және 5 цифрларынан қандай сандар құралатынын қарайтын болсақ, бізге ең алды 2 санынан бастайтын болсақ, біз бұл сан 0-ден басталмайды, либо 2, либо 3, либо 5-тен басталады. 2-ден бастайтын болсақ, екінші бізде 0 тұруы мүмкін, одан кейін 3 тұруы мүмкін, және 5 тұруы мүмкін. Немесе басқа 2, 0, 5, 3 болуы мүмкін. Либо 2, 3, 2305 болуы мүмкін, немесе 2350 болуы мүмкін, немесе 2503, немесе 2530 болуы мүмкін. Бұл егер осы санымыз 2-ден басталатын болса. Бірақ бұл санымыз бізде 3-тен де басталуы мүмкін. Мысалға 3025 болуы мүмкін, немесе 3052 болуы мүмкін, немесе 3205 болуы мүмкін, немесе 3250 болуы мүмкін, немесе 3502, немесе 3520 болуы мүмкін. Немесе 5-тен басталуы мүмкін. 5023 болуы мүмкін. 5032 болуы мүмкін, немесе 5203, немесе 5230, немесе 5302, 5320 да болуы мүмкін. Енді бұл жаңағы белгілі бір санның квадраты осындай сан болуы мүмкін. Бірақ бізге енді осыдан бір сан ғана таңдауымыз керекпіз ғой, жаңағы сан табуымыз үшін. Сондықтан біз ең алдымен қандай цифрға аяқталған кезде ол санның квадраты қандай цифрға аяқталатынын жайлы кесте бар. Белгілі бір цифрмен аяқталған санның квадраты жаңағы белгілі бір цифрмен аяқталуы керек. Мысалға, 1-дің квадраты 1 ғой, яғни 1-ге аяқталып тұр. Сол секілді белгілі бір алдында цифрлары болсын, и соңында 1 болатын болса, және осы санның квадраты болатын болса, ол жаңағыдай қайтадан белгілі бір санда цифрлар, және ең соңғы цифр 1 болады. Дәл осы секілді 2-ның квадраты бізде 4 болады, 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16. Көріп тұрғандай 4-дің квадраты, яғни 16 ғой. Яғни егер соңғы цифрымыз 4 болатын болса, ол санның квадраты 6-ға бөлу керек. Дәл сол секілді 5-дің квадраты 25, 6-ның квадраты 36, 7-ның квадраты 49, 8-дің квадраты 64, 9-дің квадраты 81, 10-ның квадраты, яғни 10 тұрған серияның соңғы цифры 0, ол 100 болады. Енді бұдан біз не байқаймыз? Бұдан біз жаңағы белгілі бір санның квадраты осы цифрлардан құралатын болса, онда ол сан
бізде не нөлге, не бірге, не төртке, не беске, не алтыға, не жетіге, не сегізге, не тоғызға аяқталу қажет. Көріп тұрғанымыздай, бұл цифрлардың арасында 2 жоқ, және 3 жоқ. Сондықтан мына жердегі барлық 2 мен 3пен аяқталатын сандарды сызықтасақ болады. Және ескеретін жайт, мына нөлмен аяқталып тұр. Егер санымыз нөлмен аяқталатын болса, мысалға, бізде 10-ның квадраты 100-бен аяқталып, 10-ның квадраты 10 деген санымыз 0-мен аяқталып тұр ғой, соңғы цифрында. 10-ның квадраты 100 болып тұр. Егер 20 деген санды квадраттайтын болсақ, онда бізде 400 болып тұр. Дәл сол секілді 30 дейтін болсақ 900 болады. Және қарап отыратын болсақ, санның соңғы цифры 0 болатын болса, онда ол санның квадраты 2 нөлге аяқталуы қажет. Сонда бізде 0-ге аяқталып тұрған сандарда сызықтасақ болады. Себебі олар белгілі бір санның квадратына жатпайды. Ендігі бізде қалғаны осы 4-ақ сан. Енді тағы бір айта кететін жайт, егер любой санның, кез келген санның соңғы цифры 5 болатын болса, мысалға 15-ті алатын болсақ, оның квадраты 225 қой. Көріп отырғанымыздай, ол санның соңғы цифрлары 25-ке 2 мен 5-пен аяқталу керек. Яғни 25-пен аяқталу керек. Дәл осы секілді 25-ті алатын болсақ, ол 625-ке аяқталады. Яғни соңында да қайтадан 25 байқалып отыр. Сонда ал мына жерде қарап отырсақ, тек бір ғана санымыз 25-ке аяқталып тұр. Демек, осы санымыз бізде белгілі бір санның квадратына тең. Яғни мыналарды сызып болады. Енді біз мынаның бәрін өшіріп, тек осы санды ғана қалдырайын. Әдемілеп жазсақ. Сонда бізде 3025 сан шықты. Енді былай қарайтын болсақ, 3025 деген сан какой-то бір 10 таңбалы санның квадратына тең. Яғни былай айтсақ болады, x деген цифрдан басталып, 5 деген цифрмен аяқталады. И осы 10 таңбалы санның квадраты 3025-ке тең. Енді осыған байланысты бізде мынандай закономерность бар. Жаңағы x көбейтілген x қосылған 1. Бұл және 25-дің алдына жазылады деген. Яғни мынандай x-дің орнына 1 цифр болып тұратын болса, және осыдан сан құралады ғой. Сол санның квадраты ол мынаған тең. Мына жердегі x көбейтілген x қосылған 1 деп тік жақшаның ішінде тұр ғой. Осы тік жақшаның ішінен бір сан шығады. Және сан осы сан. Осы сандағы цифрлар мына 25-дің алдына келетін цифрлар болып қалады. Ол яғни қалай? Мысалға 15 деген санның квадратын алатын болсақ, ол 225 қой. Бұл жерде x-ның орнына бізде 1 деген цифр тұр. 1 деген цифрді орнына қоятын болсақ, 1
қосылған көбейтілген 1 қосылған 1 және соңында 25. Бірге бірді қосқан кезде 2. 2-ні бірге көбейткенде 2-нің өзі қалады, сонда 225. 15 деген сан, міне 15 деген санның квадраты 225-ке тең ғой. 225 осыдан шығып тұр. Дәл осы секілді біз 45-ті алатын болсақ, x-дің орнына 0 кетеді да, ол 0 қалады. Және 25-тің өзі қалады сонда. Немесе 25-ті алатын болсақ, 25-тің квадраты 625-ке тең. Және x-дің орнына келген цифр 2. 2-ні қоятын болсақ, 2 көбейтілген 2 қосылған 1 3. Бұдан 6 шығады, және 6 деген міне қойып тұр. Бізде қойып тұрған цифр. Енді осы ережені пайдалансақ, бізде бірақ ережені пайдаланбастан бұрын мына x 5 деп тұр ғой. Осыны сан арқылы жазатын болсақ, біз цифр деп құр айтып тұрмыз. Оны былай жазсақ болады: 10x қосылған 5-тің квадраты. Және бұл бізде 100 көбейтілген, мына x-ті 1-ден көбейтіп жіберетін болсақ, x квадрат қосылған x қалады ғой. Және қосылған 25. 25 соңында жазылатын цифрлар. Бұл бізде 3025-ке тең. Енді көріп отырсақ, мынауымыз бізде әдеттегі теңдеу болып қалады. Осы теңдеуді шығаратын болсақ, 100-ді x квадратқа көбейткенде 100x квадрат қосылған 100x және 3025-ті теңдіктің сол жағына аударып жіберсек, 25-те азайтып минус 3000 болады. Тең. Көріп отырғанымыздай, мына теңдікті 100-ге бөліп жіберсек болады. Сонда бізде x квадрат қосылған x азайтылған 30 тең 0 деген квадраттық теңдеу болады. Енді бұл квадраттық теңдеуді дискриминант әдісімен шығаратын болсақ, 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 30 тең 1 қосылған 4 пен 30-тан көбейтіндісі 120. Нәтижесі 121. 121 дегеніміз бұл 11-дің квадраты. Және x1, x2-ның формуласы бойынша бізде минус бар, минус 1 плюс минус 11 бөлінген 2. Мына жерде біз минусты алсақ, терістен шығып кетеді. Бізге ол керек емес. Себебі және плюс алатын болсақ, бізде минус 1-ге 11-ді қосқан кезде 10 болады. 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, 5 болады. Сонда мына x-дің орнында тұрған санымыз, цифрымыз 5-ке тең. Яғни 55-тің квадраты 3025-ке тең. Оны тексерсек болады. Тексеріп көрейік. 55 көбейтілген 55. 5-ке 5-ті көбейткенде 5, x ойды және 275. Аслында дәл солай жазсақ болады. 275. 2-ні қосамыз. 5-тің өзі келеді. 5-ке 7-ні қосқан кезде 12. 2 бір ойды. Тоже 12. Жоқ. 7-ге 2-ні қосқан кезде 9. Ойдағы 1 мен 10. 1 қайтта ойда кетеді. Және 2-ге 1-ді қосқан кезде 3. Яғни 3025. Сонда жауабымыз бойынша
Бізде сұрақ бойынша сол санның цифрларының қосындысы керек қой. Енді бізде екі бес цифрны қосындысы беске бес қой. Бес қосылған бес бізде 10 болады. Сонда жауабымыз 10. Назарларыңызға рахмет.